Сәлем баршаңызға, сіздерге ерекше творожный пирогын ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Ұнымызға түркіден өткізген сармайымызды салып, біріккенше араластырамыз. Араласқаннан кейін разрыхителімізді, қантымызды және жұмыртқаның сары бөлігін салып, лимон цедрасын салып, бәрін бірге жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қамыр болып шығу керек. Духовкамыздегі противенімізді алып, жаңағы қамырымызды үстіне жайып шығамыз қолымызбен. Осылай қолымызбен тегістеп шығамыз, бәрін бір тегіс қылып. Одан кейін үстіне салмасын дайындаймыз. Құрғақ ыдысымызға творогымызды, өлшенген қантымызды салып, лимон цедрасын салып, бір жұмыртқамызды салып, бәрін бірге араластырамыз. Творогымыз езілгенше лопатаның көмегімен осылай езіп шығамыз. Осындай масы болып шығу керек. Жаңағы тестіміздің үстіне салып, қолымызбен тегістеп шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қойып, 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Оған дейін құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ақ бөлігі қалған, соны салып, қант салып, лимон қышқылын құйып, бәрін миксерлейміз қоюланғанша. Жиырма бес минутта духовкадан пирогымызды алып, оның үстіне жаңағы салмамызды салып, лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Духовкамызге қайтадан салып, 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. 25-30 минутта пісіп шықты пирогымыз. Үстіне сахарный пудраны сеуіп шығамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.